қайырлы күн. Бүгін сіздермен чесночный булочкалардың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: ұн, су, дрожь, секер, тұз, сұйық май, петрушка, чеснок және де перец пен үстіне құю үшін тағы да тұз керек болады. Алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы суымызды және үстіне секерімізді, дрожжімізді құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне сұйық майымызды құйып аламыз. Осылай араластырып алып, алдымен тестамызды жақсылап илеп аламыз. Және ең соңында тұзымызды саламыз. Келесі кезекте біз дайын болған қамырларымызды бөліктерге бөліп алып, шариктеп қалыпқа салып аламыз. Ең алдымен қалыбымызды сұйық маймен жағып аламыз жақсылап. Келесі кезекте дайын болған булочкаларымызды бетін жауып, 10 минутқа ісінгенше күтіп қоя тұрамыз. Содан соң 180 градусқа 20 минутқа қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Булочкамыз пісіп жатқан кезде біз үстіне булочканың үстіне құятын сұйық тұзымызды дайындап аламыз. Ол үшін бірінші петрушкамызды тураламыз. Содан соң чесноктарды турап аламыз. Чесногымызды осылай уақыттап турап аламыз. Және үстіне дәміне қарай тұз, порошок және сұйық майымызды құямыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Булочкаларымыз дайын болған соң үстіне чесночный соусымызды құйып шығамыз. Ысы күйінде құйсаңыздар, жақсылап сіңіп, иісі шығып тұратын болады. Біздің булочкаларымыз дайын болып қалды. Осы рецептімен пісіріп, рецептін ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.